Қазақ халқы өзінің сан ғасырлар қайғы-қасіретке толы тарихында тағдырдың талай тәлкегіне түсіп, көптеген оқиғаларды басынан кешірді. Сол тар жол тайғақ кешулерден арып шаршаса да, қажып қансыраса да, әрқашан қадір-қасиетін жоғалтқан емес, ар-намысын, абыройын төкпей шығып отырған. Соның бәрінде оған жігер қосқан, рухын көтеріп, арманын асқақтатқан халықтың еркіндікті, тәуелсіздікті аңсауы, соған деген ұмтылысы, құштарлығы еді. Осы өшпес рухани қасиет әкеден балаға мирас болып, әрдайым алға жетеледі. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін, қайта тудым өмірге, қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім. Тәуелсіздік мыңдаған жылда бір келетін бақ, еуропаша айтқанда феномен. Тәуелсіздік жаңаша көзқарас пен айрықша серпілістің бастауы. Арғы замандардан жеткен мәңгі ел мұратының жалғасы. Ал Қазақстан азаттығының бірегей белгісі тарих. Бостандық үшін күрескен, бұдан күн мен азаттықтың баяндылығы үшін тер төккен бүгінгі күннің тарихы. Сол тарихтың алаулы жарқын кезеңі. Алаш тарихы, бұлай деу ақылға да сыйымды, шындыққа да сәйкес. Азат Қазақстан Республикасы демократиялық, зайырлы, құқықтық, өркениетті қоғам құруға жұмылған және соны кезең-кезеңмен орындап келе жатқан мемлекет. Еліміз дербестіктің 31 жылдық тарихында жүріп өткен сан ғасырлық жолдың тағылым сабақтарын біршама парақтады. Өткеніміз түгенделді, бүгінгіміз байыпталды, ертеңіміз айқындалды. Үздіксіз, үзіліссіз алға жылжыған тарих көшінде ұлтты ұлт, елді ел еткен құбылыстар, оқиғалар, тұлғалар бағамдалды. Міне осындай сарабдал көзқарастың нәтижесінде елдік зайырлықтың батыл тәжірибесін бастаған, білім мен ғылымды, әдебиет пен мәдениетті, салт дәстүрді, ұлт қажеттігін лайықты пайдаланған дербес мемлекет Қазақстан.